Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сәуір айының 24-і, қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы аспан әлемінің құпиялары, жер ғаламшар. Жалпы бүгінгі сабақтың мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау және төл сөз, төлеу сөзді және автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру болып табылады. Бүгінгі сабақта нені меңгересің? Жер ғаламшары туралы мәлімет аласың. Бұған дейін біз күн жүйесіндегі 8 планета туралы өткенбіз. Бірақ алайда өзіміздің мекен етіп жатқан ғаламшарымызға жеке тоқталып көрмеппіз. Бүгін жеке тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабақтағы негізгі сөздер мен тіркестер. Ең бірінші жер, яғни біздің мекен еткен планетамыз, күн жүйесіндегі 3-ші ғаламшар. Күн, галактикадағы ең жарық жұлдыз, ай. Ай біздің ғаламшарымыз, яғни жердің серігі болып табылады. Сіздерге қазір бейнебаян көрсетіледі, жер туралы. Сол бейнебаянды тамашалайық. Талдап көру әдісі арқылы осы бейнебаянмен жұмыс жасаймыз. Біздің планета. Жер ішкі планеталардың, яғни күнге таяу айналып жүрген 4 ғаламшардың ең үлкені болғанымен, ол күн жүйесінің сыртқы жағына таман орналасқан 4 газды алыптан әлде қайда кіші. Жер сондай-ақ күннен тысқа қарай жүргенде табиғи серігі бар алғашқы ғаламшар және күн жүйесіндегі бір ғана серігі бар жалғыз планета. Жердің күн жүйесі планеталарының арасындағы бірегейлігі, ол бетінде сұйық күйдегі суы бар жалғыз. Бейнебаяннан қаншалықты мәліметтерді игере алдың? Білетініміздің барлық әдісі арқылы берілген ұсыныстардың дұрыс немесе бұрыс екендігін көрсетейік. Бірінші, ай жердің жалғыз серігі болып табылады. Бұл дұрыс. Екінші, сондай-ақ ай жерге ең жақын жұлдыз. Үшінші, жер шары күн жүйесінің күннен бастап санағандағы 3-ші планетасы. Төртінші, ай жерді 1.500.000 километр орташа қашықтықта айналады. Бесінші, күн жерге ең жақын жұлдыз. Екінші тапсырмаға кіріспес бұрын төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің ара жігін ажыратып алайық. Төл сөз біреудің айтқан сөзі ешбір өзгеріссіз дәл сол күйінде жеткізілген сөз. Төлеу сөз автордың тарапынан өзгеріске ұшырап жеткізілген сөз. Автор сөзі оларға жанама түсінік беретін сөйлеушінің өз сөзі. Мына жерде мысалдар тұр, соны нақты қарап алсаңыздар. Тағы да мысал келтіретін болсам, сенімен сырымды бөлісейін деп келдім, деді Гүлнұр. Яғни бұл жерде Гүлнұрдың айтқан сөзін дәл сол қалпында айтып тұр. Бұл жерде сенімен сырымды бөлісейін деп келдім деген төл сөз болады. Енді бұны төлеу сөзге айналдырғанда кішкене өзгертіп, өзіміздің баяндауымызды қосып, бұрмалап айтамыз. Мысалы, Гүлнұр оған сырымен бөліскелі келгенін айтты. Көрдіңдер ме, айырмашылық байқалады. Мен өз ойымды қостым, өз баяндауымды қостым, өзімнің ыңғайыма қарай келтірдім. Сол секілді, баламды сізге бірер сағатқа қалдыруыма бола ма? Деп сұрады Айман көршісінен. Яғни Айман не айтты? Дәл соны солай сол күйінде жеткізіп тұр. Ал бұны төлеу сөзге айналдырғанда Айман көршісінен баласын бірер сағатқа қалдыруға болатынын, болмайтынын сұрады. Жалпы бұл жердегі ең оңай тәсіл. Төл сөзде көбінесе де көмекші етістігі жүреді. Деді, деп айтты, деп сөйледі, деп сұрады деген секілді. Ал төлеу сөзде де көмекші етістігі мүлдем жоқ. Бірден айт, сұра, сөйле, бұйыр деп кетеді. Мысалы, келгенін айтты, болмайтынын сұрады, бұйырды, сөйледі деп кетеді. Яғни де, деп айтты деген сөздерді мүлдем қолданбаймыз. Ендеше түсінікті болса, екінші тапсырмаға бірден көшейік. Бұл жерде кесте берілген, төл сөзді сөйлем берілген, 4 төл сөзді сөйлем, соны төлеу сөзге айналдырып жазамыз. Және сол сөйлемдегі автор сөзін табамыз.
өте оңай тапсырма. Енді дескрипторге тоқталатын болсақ, сұрақтарға жауап беру 5 ұпай, төл сөзді төлем сөзге айналдыру 4 ұпай. Ендеше іске сәт оқушылар.